Қалайсыздар достар, бәріне салам, сендермен бірге Даник Реал. Және достар, бүгіннен бастап мен жаңа рубрика ашып жатырмын, GTA 5 шын өмір деп аталады. Былайша айтқанда, менің адамым, міне персонаж алып алғам. Ол GTA-да, былайша айтқанда, басына GoPro тағып алатындар бар ғой, сол GoPro сияқты тағып алады да, шын өмірін түсіреді өзінің. Сондай рубрика. Сендерге өте ұнайды деп ойлаймын, өйткені маған өзіме де ұнайды осындай түсірген шын өмір сияқты. Біздің адамның атын әлі онша ойлап таппадым, бірақ әзірше Алекс деп аталсын аты. Мынандай кепкасы бар, киімі күшті. Міне анау карта марта дегендерді өшіріп тастайын. Ал достар, кеттік. Мен бүгіннен бастап осы Лос-Анджелесқа көшіп келдім. Жаңа келерде машинаны арендаға алуға заказ беріп қойғам. Міне дайындап қойыпты уже машинаны. Машинаның түрі мынандай екен. Бұндай кішкентай машина алған себебім өйткені бұлар бензинді аз жейді де. Маған бензинге ақша аздау болып қалуы мүмкін. Сондықтан осындай кішкентай машина алдым. Ато алсам күштірегін ала аламын, бірақ ақшаны экономить ету керек маған. Сондықтан осымен жүрейік, ал отырайық ішіне. Так, жүргені қалай? Кішкене спортивныйын алғам ғой. Спортивный, бірақ малолитражка ғой. Объемы кішкентай. Ух, қалай жүреді ол? Жын жүреді ғой. Так, достар, бүгін менің планымда осы жаққа келдік, Лос-Анджелеске. Бүгін біз машина алдық, енді өзімізге үй іздейтін боламыз арендаға. Онша қымбат емес, ақшамыз жететіндей еді. Сосын жұмыс іздейміз. Бірінші серияда үй арендаға алып ниетім келіп тұр. Мен қалай еді аты? Үй алып кішкене жұмыс іздеп тауып қояйын дегенмін екінші серияға. Сол міне машинамыз дайын. Кеттік, үй іздейік достар. Қазір интернетке кіріп, қандай арендаға үйлер бар екенін көру керек. Сонымен сол достар, қазір мен интернетке кіремде үйлер іздейтін болым. Жақын жерде, осы где-то районда, ой, қызыл свет екен. Где-то маған тіке жүрейік, ақта бір райондарда бір айына $500 тұратын ба үй табатын шығармыз. Ана жақта үйлерге енді ақшамыз жетпейтін сияқты. Бағаларын да білмеймін пока. Сөйтіп көтерілетін боламыз. Машинамыздың сырты күшті екен. Мынандай тонировкасы жоқ екен, бірақ полностью цветі қандай? Темно-синий ма сондай. Дөңгелектері мынандай. Ох, күшті. Міне қараңдар достар. Мақта APT for rent. Осы жақта не бар екен? Аренда. Мен онда машинамды нақа қоятайын. Осы жаққа қойып, барып сөйлеспелік. Кіміміз давайте қаншаға тұратын міне номері бар екен, қазір звондап көремін. Так, достар, мен мынау неге звондап едім адамына, алмай жатыр что-то. Алмай жатыр. Пока бос емес қой деймін. Мынаны алып тастауды ұмытып кеткен ба бір бәле. Келесі жаққа барайық. Мына былай осып кетейін мақта. Стоп дейді, тоқтайды. Сол жақта машина жоқ, оң жақта машиналар тоқтап тұр өз-өздерімен. Так, жүрейік. Мынақта да үй бар дейді. Так. Мынақта да үй бар дейді. Мынақа парковаться етіп көрейік. Былай жүру керек қой деймін мақта. Міне лестницасы бар, осының ішінде ғой деймін. Так, машинамызды мынақа қоятайық онда, мусорный бачок жаққа. Былай әдемілеп қойып қояйық. Енді кеттік, сөйлесіп келейік мынақтағы кім главный екен, не дейді. Анау үй мынандай ғой. Іші жабық, осылай салған үй екен ғой, мә күшті екен. Мынақтағы жительдер ғой деймін. Түрін қараңыздар. Достар, мынақта үй қанша тұрады? Сендер осы жақта тұрасыңдар ма? Так, мынау достар айтып жатыр маған, бұл үйлер сол $400 дейді айына. Олар өздері де тұрады екен. Сондықтан біз қазір сол хозяинмен сөйлесіп көреміз, звондап. Бір бос жер болса, осы жаққа нететін боламыз, көшіп келеміз. Негізі жақсы, былай ішіне кіресіне бөлек ішінде тыныштық та. Машинаны нақа қойып кете аласың. Все, звондап сөйлесіп келейін қазір. Кеттік. Алло деп. Ал достар, болды, мен мынау үймен хозяинмен сөйлестім. Бәрі жақсы дейді. Келсең бүгін кешке шейін кіре бер дейді, заттарында келіп. И болды достар. Кеттік, ендеше бір номерге қазір барып, мынақты машина жоқ па. Жаңағы аэропортқа барып, нелерімізді алып келейік, заттарымызды. Мен заттарымды қалдырып кеткен, машинаға сыймайды ау деп. Ал кеттік, барып келейік енді. Мә достар, наконец-то күн батты уже. Мен заттарымды әкелдім. Міне машинамен келе жатырмын осы жаққа. Қайтып қойып қойын. Қазір неме кіріп келейін. Үйіме. Бәрін кіргізіп, орындарына қойып келейін. Сосын ертең құдай қаласа азанымен бастаймыз ғой жұмыс іздеуді. Мақтау достарымыз кетіп қапты, біреу отыр екен. Маған екінші этажды берді. Сол
заттарымды кіргізіп, ертең азанда көріскенше жұмыс іздейміз. О, достар, міне азанмен тұрып алдым. Жуынып шайынып кеткенше кішкене уақыт өтті де, жұмысымды іздеу үшін таң ертең азанмен тұрып алдым да, кеттік іздейік. Қазір сағат қанша болды екен? Сағат қазір 6:30 болып кетіпті. Ё-ма, кеттік машинамызға отыра берейік. Оталып қыздыра берсін машина, мен пока сол навигация қойып қойдым баратын жерімізге. Таксопарк па, сондай жерге қойып қойдым. Көрейік қанша зарплаталары, айлықтары қандай екен, сондай мұндай. Достар, ол примерно осы жерде орналасқан. Мен біреумен звондап сөйлескенмін, осы районда дейді. Осы районға барайық. Егер де сол жұмыс болса, мынау үй ма, соны арендаға алып көреміз. Мә, қымбат сияқты ғой деймін. Көрейік, бара берейік, ендеше жай-жайлап. Так, шыға берейік жай-жайлап. Нақта оң жақ, ой, тәте, сол жақта ешкім жоқ. Міне, сол жақтағы көшеге түссек, тіке кете береміз, ана жаққа. Ол деді ана жақта орналасқан ғой, тік жақта. Нақта бірінші солға бұрылып кету керек, сөйтіп ақпен іздейміз. О, достар, біз қазір жақындап қалдық, мен былай келе жатырмын. Күн түсіп тұр, сағат неше болды қазір? Уже 1 сағатта өтіп кетіпті ғой. Қазір енді тез тауып алсам жақсы болады ғой, не жай келе жатыр, осы бетекші былай. Дай, нақта қызылданып тұр екен ғой. Жарайды онда. Так, бұрылдық, нақта енді не бар? Міне, таксопарк таптым. Таптым, достар. Бірінші жұмысымызды таптым. Міне қараңдар. Уқты, мәшемізді онда мынаны қаса қоятайық. Достар, міне. Мәшемді мынай әдемілеп қойып қойдым, ешкімге мешать етпейтін шығармын. Бірақ нақта линия тұра беруге болатын шығар, иә, тұра берейік. Ал ендеше жолды өтіп кетейік те, анақа барып звондайық, сөйлесейік хозяинмен. Нақта тәте тұр, сол ғой деймін, главарьдің бірі. Жарайды. Достар, мен нақта жаңа сөйлесіп келдім бір тәтемен. Маған айтты, мынандай таксидің 2 түрі бар дейді. Міне бір такси осындай обычный. Олардың зарплаталары қанша? Айына $2000 по-моему. Және осындай мәшинемен, бірақ кішкене күштірек мәшинесі бар да, VIP клиенттермен жүретін. Солармен жүрсем $5000 дейін барады дейді. Мен стажым үлкен болғандықтан мен қазір сол VIP неге кіріп кете аламын осы мәшинемен. Так, ал ендеше егер бәрі жақсы болса, қайтып түсірем достар, бәрін жасалса. Ё-моё, достар, қараңдар. Мен жаңа VIP такси болатын мәшинемді алдым. Қараңдар, түрі негізі сондай, бірақ түсі қара, дөңгелектерін қараңдар, кішкене спортивныйлау берді. Бірақ тонировкасы жоқ екен, бір жаманы. И номер осындай болды менде, VIP такси деген. Мә, жүрсен жақсырақ аналарға қарағанда кішкене двигателі мощныйлау, дауысы да басқаша. Йо, достар, маған барлығын түсіндірді, правилаларды. Так, достар, мен ертеңнен бастап жүре бере аламын машинамен. Қазір үйге апарып қоямын, гаражыма. Анау өзім машинамды де апарып қоямын. Ертеңнен бастап жұмыс істейтін боламын. Бірақ оны келесі серияда айтып. Достар, ең главный маған түсіндіргендері, машинаны вовремя ауыстырып тұрасың, анау май сондай заттарды ауыстырып тұр деді. Және осылай таза күйінде ұста деді. Таза күйінде ұстап, и бензинге өздері беріп тұрамыз деді, талондарды. Все, бәрі жақсы, достар, мен ақша таба аламын енді, жақсы. Ио, мына кішкене дауысы үлкен объемды машина сияқты. Ал енді үйге апарып қояйық машинамызды. Все, давайте, достар. Достар, қараңдар, мен машинамды заттарды жасағанша СТО-ға барып кеш батып кетті. Нақта машина жуатын жерді таптым. Осы жақта қанша тұрады? Машина жуу үшін бұқта $15 алады екен, қазір как раз скидка екенде. Ертең ба, ертең арғыны жуу керек сонда машинаны. Қазір үйге баратырмын, мынау жүргізсең қарасаңдаршы. Достар, болды, үйге келдім, машинаны жөндеп, анау-бұнау істедім. Міне түн батып кетті уже. Міне үйіме әкеп қойдым машинелерді. Міне ертең осы таксимен жүремін. Номерлары мә күшті екен, VIP такси деген. Так, осы жаққа қойып қойдым, өйткені ыңғайлы болсын деп та. Анау машинаны неге алған, арендаға. Ертең ба апарып тастаймын ғой деймін, уже керек емес те маған. Осылай тұрғанша мына әдемілеп қойып қойдым, бірақ осы машинеге рахмет, енді жүргені бірақ күшті екен. Бір ретте бірақ заправлять еткен жоқпын, бакты полный болып кетті маған. Сол ертең апарамын да, осымен жүре беремін өзім машинам сияқты. Егер машина керек болып жатса, бір таксимен ба қолданамын, сосын өзіме бір әдемі машина сатып аламын ғой. Проект жасаймын. Достар, жарайды, осымен біздің бірінші сериямыз аяқталды. Үй тауып, жұмыс таптық, енді доход болатын шығар жақсы. Тағы да басқа доходтар іздеу керек, басқа бір левый заттармен айналысып. Сол, достар, осымен видеомыз аяқталды. Екінші серияны күтіңдер. Екінші серияны қатты күтіп алсаңдар, лайк басыңдар, коммент жазыңдар, не істеу керек, атын қандай идеяларды айтыңдар. Сонымен, достар, болды, кеттім, мен ұйықтайын.